мешітінен Құдыстағы Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіне Исра, яғни түнгі сапар жасады. Одан Миғражға, яғни 7 қат көкке көтеріліп, дүниеден өткен барлық пайғамбарлармен бірге кездесіп, үнемі құлшылықта жүретін періштелермен жолықты. Құдіретті жаратушымыздың түрлі белгілерін көріп, 5 уақыт намаз осы түнде парыз етілді. Бұл оқиға ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мәдина қаласына хижрет етуінен 18 ай бұрын болған еді. Алла Тағала қасиетті Құранның Исра сүресінің 1-ші аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил хароми илал масжидил ақса аллази баракна хаулаху линурияху min ayatина innahu huwas samiul alim. Пендесін бір түні оған белгілерімізді көрсету үшін Харам мешітінен біз айналасын мүбәрәк еткен Ақса мешітіне Исра жасап апарған Алла Тағалаға әртүрлі кемшіліктен пәк, күмәнсіз ол Алла Тағала естуші және де білуші деген аят бар екен. Осы аятта Исра болғандығы туралы Алла Тағала айтып отыр өзі Алла Тағала. Имам Мұхаммад Ғазалидің, Алла оны рахматына алсын, Фиқх Сира кітабында бұл жөнінде былай дейді. Исра Харам мешітінен Құдыстағы Ақса мешітіне жасалған ғажайып сапар. Ал Миғраж Исраның артынша болған оқиға. Миғраж мүбәрәк пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, аспан қабатына көтеріліп, жаратылысының білімі жетпейтін деңгейге дейін барып, қайтадан Меккедегі Харам мешітіне оралуы. Осы сапарды Исра сапары деп айтамыз. Ардақты Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Исра жасаған туралы қасиетті Құранда айтылғандықтан, бұған сену әрбір мұсылманның парызы. Иман ат-Тахауи, Алла оны рахматына бөлесін, Миғраж оқиғасы хақ. Ақиқатында пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі сапарға шыққанда, ол тұлғасыменен, демек денесіменен бірге ояу кейпінде аспанға көтерілген. Сосын Алла қалаған биіктікке дейін барған. Алла Тағала оны өзінің қалауынша, ардақты хам қалауынша уақи етті. Жүрек көкірегі туралы иесіне өтірік айтпады. Сонда Алла құлына уақи ететін нәрселерін көкірегіне салды. Бұл Нәжім сүресі 11-ші аят екен. Миғраж түні мынадай маңызды оқиғалар орын алған. Бірінші, бұл оқиға арқылы мүминдердің сенімдері сыналды. Исра мен Миғражда ғайыпқа иман келтірудің көріністері баяндалған. Ғайыпқа иман келтіру көрмеген нәрсеге сену деген сөз. Асылында иман келтірудің ең басты шарты көзге көрінбеген нәрселерге, яғни ғайып әлемге сенуден тұрады. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінде «Зәликәл китабу ла райба фих, худан лил муттақин, аллазина юъминуна бил ғойби, ва юқимуна ссалата, ва мимма разақнахум юнфиқун» дейді. Міне, осы кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін тура жол көрсетуші. Сонда олар ғайыпқа иман келтіреді, намазы толық орындайды, өздеріне берген несиелерінен Алла жолында жұмсайды деп айтқан екен осы аятта. Сондықтан да Миғраж оқиғасы ардақты пайғамбарымыздың сенімді сыналды. Өйткені бұл оқиғаны Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хабарлаған уақытта көп адамдар күдіктеніп, түрлі әңгімелер айта бастады. Алайда иманына берік жандар, сенімді болған
Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әр айтқан хабарының шындық екендігін айтып, еш күмәнданбастан сенді. Сол уақытта адамдардың ардақтысы Құдыста болып көргендері де бар еді. Міне сол Байтул әл-Мақдис көрінгендер Алла елшісінен, о Алланың елшісі оның қандай, Құдыстың қандай екендігін сұрап сынамақ болды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көргенін сипаттап берген уақытта Құдысты көргендер я сондай деуден ары өте алмады. Өзінің сауда керуендерін күтіп отырған кейбір мүшриктердің бір қатары Алла елшісін, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, біздің керуеніміз қай жерде көрдің деп сұрайды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оларға да керуендерінің қай жерде келе жатқанын, онда неше адам бар екендігін, жағдайлар қалай екендігін, сол түні қай жерде қонғанын, кім басшы екенін, және де ол қара боз түйеге мініп келе жатқанын, тіпті сол түйеге не артқаны туралы анық сипаттама берді. Кейін адамдар керуенді күтіп алып қараса, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айтқанындай болып шығады. Екінші, ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, биік дәрежесі айқындалды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бүкіл пайғамбарлардың мөрі, дәреже тұрғысынан ең үлкені, Исра мен Миғраж оқиғасы ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, басына келген түрлі ауыртпашылықтан кейінгі Алланың сүйікті елшісіне жасаған сыйлығы болды. Бұл оқиға Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұңын кетіріп, қайғысын сейілтті. Миғраж оқиғасы турасында Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде, мен үйде ұйқылы ояу жатқанымда кенет маған періште келіп, көкірегімнен бастап кіндік тұсыма дейінгі жерді жарып, жүрегімді шығарды. Менің алдыма иман нұрына толы алтын ыдыс әкелініп, жүрегім жуылып, шайылды. Содан соң жүрегім иман нұрына толтырылып, орнына қойылды. Сосын алдыма қашырдан аласа есектен биік бір ақ жануар әкелінді. Ол пырақ еді. Қадамы көз жеткен ең алыс қашықтыққа әп-сәтте жетеді. Сол жануарға міндім де, Жәбірейіл мені алып көкке көтерді деп айтқан екен. Бұл хадис Имам Әл-Бұхаридің хадис жинағында келген екен. Хадисті Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жүрегінің шайылуы, пыраққа мінілуі, көкке көтерілуі хақ елшісінің биік дәрежесін білдірді. Сонымен қатар ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Жибрил періште, оған Алланың сәлемі болсын, Сидратул Мунтаха, шекараның соңғы бекет деген ұғымдарды береді. Келгенде, Жибрил періште оған, менің барар жерім осы жерге дейін ғана, ары қарай бара алмаймын деуі тағы да Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дәрежесінің жоғары екендігін көрсетеді. Әлде бір адамның есімін атамай, әкесінің есімімен немесе өзге де көркем атауларменен айтуы, ол адамға деген құрметтің белгісі екендігі белгілі. Осыған ұқсас қасиетті Құранның кәрімдегі Исра жөнінде келген аятта Алла тағала пайғамбарымызды, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, би'абдихи, пендесін деп айтады. Ғалымдарымыз Алла тағала қасиетті Құранда Алла елшісін, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіне қатысты етіп пендесін деуі ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, биік дәрежесін көрсететіндігін айтқан. Міне осы Миғраж түніне қатысты болған бұл жайттар Алла елшісінің биік мақамын, үлкен дәрежесін паш етті.
Allah Taala қасиетті Құранның Исра сүресінің 79-шы аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аса ан яб'асака раббака мақаман махмуда. Rabbыңның сені бір мақтаулы орынға жеткізуінен үміт етіледі деп айтқан. Бұл аяттағы мақтаулы орын дегені ғалымдарымыз ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын қияметте шапағат ететіндігін айтқан. Қияметте адамның басына қауіп төнгенде сүйікті пайғамбарымызға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын үмметіне шапағат етуіне рұқсат етіледі. Бұл жайында хадисте былай баяндалады. Қысқаша тоқталатын болсақ, ақыретте адам пайғамбардан оған Алланың сәлемі болсын адам атадан бастап барлық үлкен пайғамбарларды жағалайды адамдар. Қауға сұрайды, жәрдем сұрайды. Алайда олар пайғамбарлар азаптан құтқара алмайтындықтарын айтып бір-біріне сілтейді. Ең соңында Мұхаммед пайғамбарымызға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын келеді. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын Алладан олар үшін кешірім сұрап, Алланың берген рұқсатыменен оларға шапағат ететінін болады. Хадистің түсіндірмесін жасаған ғалымдар мен қиямет күні адамзаттың мырзасы боламын деген сөйлемнің мағынасын басқа хадистерге де сүйене отырып, барлық пайғамбарлар Мұхаммед Мұстафаның оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын туының жанында жиналады. Себебі оның орны мақам Махмуд, яғни үлкен шапағат орны болады деп түсіндіріледі. Үшінші, миғражда намаз құлшылығы парыз етілді. Миғраж түнінде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын үмметіне 5 уақыт намаз оқуды парыз етілді. Демек, намаз құлшылығы жер бетінде емес, миғражда міндеттелді. Бұл намаз құлшылығының қаншалықты үлкен маңызға ие екендігін, ұлы дәрежеге ие екендігін көрсетеді. Сондықтан да намаз мүминдердің рухани миғражы деп аталған. Намаз арқылы мұсылман адам рухани ем алып, жаман әдеттерден арылатын болады. Алла Тағала қасиетті Құранның Анкабут сүресінің 45-ші аятында وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ дейді. Намазды орында, күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тияды деп айтқан екен. Намаздың адам баласына әкелер пайдасын терең түсініп, діні менен дәстүрін ұштастыра білген бабаларымыз өз өсиетінде намаз оқу туралы көптеп айтқан. Бұхар жырау бабамыз айтады, 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза болмасқа десе, Қабылиса жырау бабамыз айтады, мына кеңдік заманда хақ бұйрығын тұтыңыз, Құдайдың кешпес парызы 5 уақыт намазды баққан қойдай күтіңіз деп өсиет қалдырған екен. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын намаз оқу жайында оған берік болуды, намаздың пайдалары менен хикметін әрдайым сахабаларына айтып отыратын болған. Сондай хадистердің бірінде Аллах елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сахабаларынан қалай ойлайсыңдар, егер де сендердің біреулерің есіктерінің алдында өзен ағып жатса, әрі ол оған күн сайын 5 уақыт жуынатын болады. Оның бойында кірі қала ма? деп сұрайды. Сахабалар айтады, жоқ, еш кірі қалмайды деп жауап береді. Сонда ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын 5 уақыт намаз да тура сол секілді адамның істеген қателіктерін жуып шаяды деп айтқан екен.
Бұл хадис имам Бухарида, имам Муслимде келген хадис. Төртінші, Хазіреті Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, Сыддық, шыншыл деген атқа ие болды. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Тәлімін көрген әр сахабасының өзіндік орны менен дәрежесі бар. Әйтсе де, өзінің ерекше істері менен кейбір сахабаларға ерекше дәреже беріліп, тірі күнінде жәннатпен сүйіншіленген. Осындай сахабалардың басында Хазіреті Әбу Бәкір Сыддық тұрады. Хазіреті Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, ислам діні жолында жанында, малында пида етуменен, турашылдығыменен, шыншылдығыменен басқаларға жарқын үлгі болды. Бүкіл ғұмыры биязылық, жомарттық, жанкештілік тәрізді адамдық асыл қасиетке толы өтті. Ол исламға дейінде ардақты пайғамбарымызбен оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дос болатын. Ол елшісі пайғамбарлығын жария еткенде, ол Йеменде сапарда жүріп, ол турасында бейхабар еді. Ол Меккеге оралған кезде дін жаулары оған Әбу Тәліптің жетімегі өзіне пайғамбарлық келген турасында деп айтқан кезде, Хазіреті Әбу Бәкір мұны ол өз аузыменен айтты ма деп сұрады. Олар айтты, «Я» деп сөзін естісімен-ақ еш ойланбастан, егер мұны өзі айтқан болса, онда ол рас айтты деп сөйтіп ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, барып, бұл сөздерді өз аузынан тағы да естіп, еш кідіртпестен калима шахадатты айтып, иман кетірген екен. Әбу Бәкір Сыддық. Бұл жайлы ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде исламға шақырған кезінде Әбу Бәкірден басқа сәл тосырқау менен күмән болды. Бірақ Әбу Бәкірге исламды түсіндіргенінде еш күдіктенбестен, кідірместен иман кетірді деп, оның осы жақсы қасиетін айтқан екен. Исра және Миғраж турасындағы хабарды естігенде де Хазіреті Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, еш ойланбастан оны шындыққа шығарды, күмәнсіз қабыл етті. Исра мен Миғраж оқиғасы орын алғаннан кейін ертеңінде Аллах елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл мұғжизаны айтып адамдарға хабар етті. Мүшриктер бұған сенбеді. Тіпті кейбір мұсылмандардың өзінде де бұл мұғжизаны мойындау ауыр соқты. Олар Әбу Бәкірден, ең жақын досыңның не айтқанын білесің бе? Бұл түні ол Ақса мешітіне барып, сол жерде намаз оқығанын, ол жерде бұрынғы пайғамбарларменен жүздесіп, көкке көтерілгенін және сол түні қайта оралғандығын айтуда. Сен не дейсің? Әлде бұған да сенесің бе дегенде, сонда Хазіреті Әбу Бәкір бір нәрсені айқындап алғысы келіп, сіздер мұны оның өз аузынан естіңіздер ме? Деді. Олар айтты, «Я, өз аузынан естік» дегені сол-ақ екен. Хазіреті Әбу Бәкір айтады, осыны Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар өз аузыменен айтқан болса, ол рас айтты. Әрине мен оған сөзсіз сенемін. Өйткені 7 қабат аспан үстінен оған бірақ сәтте келген уақи хабарларына сеніп, оны мойындап жүрген мен бұл айтқан сөзге неге сенбеймін деп айтқан екен. Осыған орай ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, оған ілтипат білдіріп, «Уа Әбу Бәкір, сен онсыз да сыддықсың, турашылсың, шыншылсың» деді. Содан бері қарай бұл сипат қияметке дейін
құрметті атау ретінде үнемі Абу Бакрдың атыменен қатар Абу Бакр Сыддық деп аталатын болды. Құрметті жамағат, Исра менен Миғраж оқиғасы ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, басынан өткен тамаша мұғжизаларының бірі. Бұл оқиғаның біздер үшін берер тәлімі менен ғибраты өте көп. Абдулла ибн Масқуд, Алла оған разы болсын, бұлай жеткізеді. Өзінің хадисінде, Миғраж түнінде Аллах елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 3 нәрсе берілді. Олар 5 уақыт намаз, Бақара сүресінің соңғы аяттары және үмметінен Алла Тағалаға ешбір ортақ қоспай үлкен күнә жасамағандар үшін кешірім жасалды деп айтқан екен. Имам Муслимда келген хадис. Алла Тағала біздерге осы Миғраждан сабақ алып, жақсылыққа асығып, жамандықтан тыйылып, құлдарынан болуымызға Алла Тағала жазсын. Қасиетті жұма күні жасаған дұға тілектеріңіз, жасаватқан таат ибадаттарымыз бәрі қабыл болсын. Аллахумма раббана атина фид дуnya хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Ва саллаллаху ала хайри халқихи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аджмаин. Rabbi yassir wa la tu'assir wa sahhil alayna ya Rabbi wa atammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu